Сәлем, менің сүйікті оқушыларым. Бүгін біз 6-шы тараудағы сабағымызды ары қарай жалғастыратын боламыз. 90-шы беттен 94-ші бетке дейінгі барлық тапсырмаларды бірге орындайтын боламыз. Сондықтан міндетті түрде каналға тіркелуді ұмытпаймыз. Олай болса, on page 90, Healthy Snacks тақырыбындағы 90-шы бетті ашамыз. Exercise 21. Complete, then listen and check. Which is your favorite snack? Біз өткен жолы снэк деген ол жеңіл тамақ түрін айттық, жеңіл тамақтану түрі, яғни тез-тез тамақтанатын тамақты айттық. Healthy snacks дегеніміз, яғни healthy ол денсаулыққа пайдалы тамақтанудың бір түрі, яғни бұл жерде тыңдалым негізі, тыңдап, мына жерде қалып кеткен сөздерді, яғни суретіне қарап отырып қойып шығу керекпіз. Және де сұрақ қойған, which is your favorite snack? Қайсысы сенің сүйікті тағам түріне жатады дейді. Қазір мен мына жерде қойып кеткен сөздерді қойып, қалып кеткен сөздерді қойып оқып шығатын боламын. Оқушылар менімен бірге жазып алыңдар. Олай болса, бірінші мәтінмен танысып аламыз оқушылар. Мына жерге жазып кеткен. Hi guys, I want to find out about some healthy snacks. Any ideas? Яғни сіздерден идеялар сұрап тұр. Астында комментте суреттердің орнына біз сөздерді қойып оқып шығамын. Why don't you try some slices of apple or pear with yogurt as a dip? They are tasty and great for your teeth too. Nuts make a great snack. Try walnuts mixed with some peanuts, but be careful to choose nuts with just a little salt. I love sliced veggies with cheese dip on the side. They are easy to make. Just slice peppers and carrots or any other vegetable you like. Яғни бұл жерде бірнеше адамдардың комментарияны оқып шықтым, және де сөздері толықтырып қойып шықтым. Осылай көшіріп жазып аламыз оқушылар. Next, exercise 22, read and match. Келесі 22-ші тапсырма оқы және сәйкестендір дейді. Мұнда 4 сұрақ берілген және астында 4 жауаптар A, B, C, D берілген. Біз сұрағына қарай дұрыс жауапты таңдау керек. Бірінші бізде where is the juice? Жауабы C, it's in the fridge. Екінші, why did you put mustard on your sausage? Жауабы A, because it's faster this way. Үшінші, how often do you eat fruit? Жауабы B, every day. Және төртінші, what are you making? Жауабы D, a cake for mom's birthday. Міне осылай сұрақтарға жауап береміз. Және қасында talk with your friends, write a blog and try about healthy food. Бұл әркімнің жеке орындайтын тапсырмасы, яғни әркім өзінің дұрыс тамақтануына қарай, кім қандай дұрыс тамақтанады, не жейді деген сияқты қысқаша влог немесе бір портфолио сияқты жазып өтсе болады. Бұл жеке-жеке орындалатын тапсырма оқушылар. Енді келесі бетті ашамыз. On page 91, exercise 23, let's sing. Яғни бұл жерде сыныпта мұғаліммен бірге айтылатын ән. Мен тек қана қазір қалай оқылады, солай оқып беремін. Мұқият тыңдап, қайталап оқып шығыңдар оқушылар. Crisp chocolate sweets ice cream, leave them in their wrapper. And try to eat green peanuts, fruit, a vegetable or two. Food from Mother Nature. Yo, that's good for you. Be a healthy wrapper and leave it in the wrapper. Be kind to yourself and leave it on the shelf. If it comes wrapped in plastic, don't be enthusiastic. Міне осылай тағы да қайталап тыңдап, өздерін оқып шығындар. Келесі бізде exercise 24, thinking cap, ойлану тапсырмасы. What's the main idea of the song? Choose. Екі вариант берілген, яғни бұл әннің негізгі идеясы неде деп сұрақ қойған, яғни A вариант немесе B варианты, және бізде ол дұрысы A варианты болады. It's better to eat food we can find in nature. Деген жауапты белгілеп қоямыз оқушылар. Енді астындағы келесі тапсырмаға қараймыз. Exercise 25, thinking cap, let's shop. Бұл жерде де ойлану тапсырмасы. Мына жерде екі оқушыны берген, ұл және қыз, төбеде бізде ақшаларды көріп тұрмыз. Астында бізде
қажетті тағамдар түрін көріп тұрмыз, иә. Біз енді дүкенші ойын білеміз ғой, балалар, иә. Дүкенші ойын ойнаймыз. Сатып алушы және сатушы болады. Бұл жерде сұрақтар қойып, қанша теңге тұратынын айтып, сатып алу керекпіз. Яғни сұрақ жауап диалогі болады, оқушылар. Мен астына бір екі мысалды қалдырып кеттім. Өзгертіп те жазуға болады. Қалаған бір мысалды жазып алсаңдар болады, оқушылар. Енді келесі бетті ашамыз, оқушылар. On page 92 save our animals, яғни save бұл жерде сақтау, қорғау деген мағынаны білдіреді. Our animals біздің жануарларды тақырыбымыз, біздің жануарларды қорғау деген тақырып берілген. Мына жерде exercise 26 what animal am I? Read and write. Бұл жерде сұрақ берілген, мен қандай жануармын, яғни астында жұмбақ ретінде жасырып қойған. Біз қазір мәтінді оқып табатын боламыз. Бірінші мысал жазылып қойған, иә. People hunt me for my home, I'm a rhino. Келесі екінші бізде I'm very big but I'm still in danger. People hunt me and destroy the forest. My home, I'm a gorilla. Үшінші there aren't many fish and people pollute the sea. My home, I'm a dolphin. Төртінші I'm in danger because the Arctic ice is melting. I'm a polar bear. Бесінші, there are only 2,200 of me. People are cutting down the bamboo forests. I'm a panda. Міне осылай 5 жұмбақтың жауаптарын жазып қоямыз. Енді келесі тапсырмаға қараймыз, оқушылар. Келесі бетте бізде save our animals 2 тақырыбы, яғни жануарларды қорғау 2 тақырыбы. Бұл жерде exercise 27 listen and read then act out similar dialogues. Бұл жерде Сәуле мен Ұланның диалогы берілген, және біз осы диалогқа ұқсас мына жерде 2 жануар берілген. Бірінші шимпанзе, яғни шимпанзе, және green turtles, жасыл тасбақалар туралы мәліметтер берілген. Осы мәліметтерді қалаған біреуін алып, осылай диалогты құрау керекпіз. Мен бірінші тұрған шимпанзені алып, соған орай диалогты құрап кеттім. Оқушылар міне осылай өз қалауларының бойынша диалог құрасаңдар болады. Мысалға оқып өтетін болсам, Look at these amazing chimpanzees. Where do chimpanzees live? Ұлан. They live in jungles. Do you know they are in danger? Сәуле. Really? Why? Ұлан. Because people hunt them or sell them as pets. Сәуле. That's shame. We must something to protect them. Міне осылай орындасақ болады екен, оқушылар. Енді келесі тапсырмаға қараймыз. Exercise 28 Help the planet, яғни планетаға көмек ретінде тақырыбы read and circle then listen and check. Бұл жерде де оқып дұрыс нұсқадағы сөзді белгілеу керекпіз, кейін тыңдап бірге тексеретін боламыз. Мен астына жауаптарын жазып қойдым. Бірінші бізде animals болады, екінші бізде cold болады, үшінші South America, төртінші oxygen, және бесінші smaller деген сөздер болады екен. Сол сөздерді қойып, міндетті түрде оқып шығыңдар, оқушылар. Келесі exercise 29 design your own save the rainforest poster, present it to the class. Бұл жерде топтық жұмыс десек те болады, оқушылар. Яғни топпен бірге міне осындай постер, яғни орманды қорғау тақырыбында қалаған постерлеріңді жасап, сыныпқа қорғап беретін боласыңдар. Бұл өздік жұмысы, сондықтан мен орындаған жоқпын, оқушылар. Енді келесі бетті ашамыз, оқушылар. On page 94 Help the planet 2 тақырыбы екінші. Exercise 30 read and complete then listen and check. Мына жерде мәтін берілген, және екі мәтінде де төбесінде кілттік сөздер қалып кеткен. Сол кілттік сөздерді біз орнымен қойып жазамыз. Міне жерде мен жауаптарын жазып қойдым. Қазір мәтінді оқысам өте ұзақ болып кетеді, сол үшін айтып өтейін, оқушылар. Бірақ міндетті түрде үйде өз беттерімен оқып шығыңдар. Бірінші бізде spots, екінші mountains, үшінші fur, төртінші trees, бесінші years, алтыншы danger, жетінші stones, және сегізінші later деген сөздер сәйкес келеді екен, оқушылар. Енді келесі тапсырма, бізде соңғы тапсырма exercise 31
Бұл жерде read and complete сөйлемді оқып, мәтінге қарай және толықтыру керекпіз. Бірінші бізде snow leopards were in danger because people hunted them for their fur or cut down the trees so they didn't have a home деп толық жауап береміз. Ал екіншісінде Stonehenge is in danger because of the air pollution деп сұрақтарға жауап береміз. Оқушылар, міне барлық тапсырмаларды орындап шықтық, жарайсыңдар. Түсінбеген сұрақтар болса комментарийға қалдырамыз. Каналға тіркелуді ұмытпаймыз. Келесі кездескенше сау болыңдар.